Мама, не болды? Папаға пранк істейік. Не пранк? Көрші, иә. Ей, мынауды өтпей қойды ғой. 250 мыңға телевизор алдым ғой. Қосаңшы, мама. Қасема рекламасы шығып тұр ғой. Ой, сіз оны қолданбасаңызшы. Жаңа тюбті тартып алыңыз. Google Play'да да, App Store'да да бар. Тегін ешқандай ақысыз, рекламасыз көре бересіз. Күшті ғой. Оның үстінде телефонды құлтап қойып, дауысын тыңдап жүрсеңіз де болады. Болыңыз тез. Болды, дайын. Қатыр қазір. Не сынды, Нені қираттыңдар тағы да, Сындырып алдым. Абайламайсың ба енді сенде? Не құрттыңдар мына, не? Жарытпайсыңдар ғой, құртуға дайын тұрасыңдар. Ана екіншінің үйіне апара салу керек еді. Солар құртпай әпеден ұстап отырады. Немене дейді? Тоқалым да кәдімгі. Баба. Шаршатасыңдар ғой сендер. Ойбай. Адам жынына тиіп. Пранк қой бұл. Пранк. Маған қарсаңшы бұны. Экран істеп тұр ғой. О, ше. Менікі де пранк еді ғой шын. Со үйдегі балалар телевизор шақ келмей жатыр. Бәрін сындырып жатыр. Бала деген сондай болады да. Балаңызбен кеппеңіз. Қандай холодильник керек саған? Маған үлкені керек қой. Үлкені жайша. Піл салайын демешін. Ой, сорлы. Ана логикалық сұраққа шынымен сеніп жүрсің бе сен? Холодильниктің ішіне піл сыймайды ғой. Не үшін сыймайды? Ішінде жерап бар ғой. Жерапты алып ол шықтау деймін қазір. Інім стиральный машина толып тұр, арзан бағада беріп жатыр. Алып қал. Братан, сол әйелім басы стиралкаға қысылып қала береді. Ой, сорлы. Намек түсінбегенсің ғой сен. Ой, ішінде кір де жоқ. Ойбай мынау. Соны пайдаланып не бұл енді? қолмен жуысу керек та. 200 литрлік морозильникті 55 теңгеден сатып жатыр. Мороженое десеңіз мороженое, ет десеңіз ет. Бүкіл сият. Ішіне адам сия ма оның? Адам деп, маньякпын деп қорқытай деп тұрсыз ғой. Балтаңызбен ешкім қамаған ба жұмыста? Еш шауып қойғасыз ба? Не жатсыз? Не жатсыз? Қайсы не болып қалып тыныш па? Тексеріп жатыр. Кесе келе берсін. Айтамыз. Не айтасың? Сарыағаш склад Қазақстан бойынша номер 1 бытовой техника дейміз, ең арзан бағада сататын. Кондер 65-ін, LG автомат стиральныйлар 125-ін, Каспийде ондай бағада тұрған жоқ қой. Ең арзан біздікі ғой. Тексеріс келетін болса дайындалайық та енді балалар айтайық та. Қаяқта балдар? Морозильниктің ішінде ғой, бәрі ұйықтап жатыр ғой. Вай, басеке, жаңа масқараны көрмедіңіз ғой сіз. Не болды? Сүйсін, горка деп жатыр ек. Екеуі сүйсе салды ғой. Сүйсе жас жұбайлар ғой? Жоқ, жолдас балалар ғой екеуі де. Класстастар ғой. Мал болып қойған ғой шыбал. Мен кішкентай балам көрмедім ба? Кішкентай бала да мынандай. Иә. Қазір түсіп келе жатыр. Жас жұбайлар ғой, бұл келін ғой. Келіннің көйлегінің астына кіріп кеткен ғой мал. Қазір күтіп алайын, суырып алайын деп тұрмын. Саламатсыздар ма, келіп жатсыздар ма? Қазір мына дайындаймыз дастарханды. 6 секунд қой. Қанша адам болатын еді сіздер? 10 адам. Ал? 10. 10? 5-5 бөлім футбол ойнайын деп жатсыздар ма? Не алайдасыздар? Кафеге барасыздаршы, адамды қинамай. Ақшасын төлейін деп жатсыздар ма? Иә. Болды. Жастар екен, халық күтіп қалды ғой. Білмеймін ғой. Күйеу баланың аты кім еді? Еркебұлан. Еркебұлан? Еркебұлан деген сайын төбеден түсіп келе жатпасын? Міне келе жатыр ғой мына. Өзі жарасатын болады ғой мынау, қабақтай болып. Үзіледі ғана тұр. Міне зор болды. Той бойынша ма сізге? Иә. Немен сөйлесе бересіз ғой? Қош келдіңіз. Міне көріп тұрсыз, Сарыағаш қаласы бойынша ең үлкен шаңырақ гранд холл. 250 адаммен 600 адамға дейін қабылдай береміз. Жағдай жасалынған. Астында паркинг бар. Адам басына 3,5 теңгеден 16 теңге дейін қабылдай береміз. 3,5 теңге қандай ол? Дастархан өзіңізден болады да. 16 теңге болатын болса, дастархан біз өзіміз гүлдеп жайнатып істеп береміз. Той жасататын болдыңыз ба? Жасатамыз ба? Список жазып ала берейін бірден. Список жайша. Там адам ғой өзінде. 1-2 осылай әкете беремін да. Ойбай, мына малды қара мен. Міне ұстап алды дейін. Кет! Неге түс көресіз сен? Адам зәресін алып. Туалетке барып білем мен. Бір түрлі ұйықтайсыңдар, Туалетке барып білем мен. Папаң кетті ғой қазір ғана. Шығатын шығар енді ол кісіде. Адам бар, адам бар. Адам бар. Шалбарымды жуып берші. Пап, мам, бір видео түсіріп алайыншы. Не видео?
өлең айтсаңыздар болды. Өлең? Ей, өлең несі құршай? Сіздердің махаббаттарыңыз туралы. Күшті ғой. Керек жағай. Тоқтамайым. Мен жанайын жансам отқа. Жана бер. Сорлы. Опа. Қойсай болды ғой, жағаласа бермей. Айтайық та дұрыстап. Ойбай, ойбай. Ой. Өлә, мына сорлы бар ғой. Болды. Вот шей. Ей, болды. Сіздердің махаббаттарыңыз туралы ғой. Қойшы сен ей. Сезіміңмен құрып кетші. Түсірмей қойшы. Сорлы. Братан, мына кроссовканы көрсеңші. Бұл кроссовка бар ғой, шыдамды ғой. Жыртылып қалмай ма ол? Жыртылмайды. Ей. Футболка аласыз ба? Не ұйқы сенікі? Айтшы, не ұйқы? Пайда бар ма содан? Пайдасы бар екен ғой сол. Ойбай жүді, не пайдасы екі? Түсімде сізді көрдім ғой мен. Нені? Интернетті екінші этажға көшіріп, реалист деп атын өзгертіпсіз ғой. Қой? Жақында ашылады екен, анау дейтін дәуен. Күшті. Ол рас, жақында ашамыз ғой соң. Түркістанның халқы осы жаққа келіп отыр ғой, киінуге. Молодец. Тайға ұйықтайсың ба? Бір носы бар. Не но? Ит сияқты үріп беруіңіз керек қой. Құрыш, сөзі болады екен орындалады. Шынымен ба? Шынымен. Футболка әкеп бермедім ба мен сізге? Ұйықтап қалдың ғой. Ұйқым қаны келді ғой. Сіз ұйықтаттыңыз ба? Қазір, әкеп беремін. Шешесі саңшы бені. Папа, сіз іздеп жүр ғой? Кім іздеп жүр? Ит ататындар. Ей! Айуан. Саламатсыздар ма? Не болды? Жабайы қаңғыған иттер жоқ па? Ит ататын едік біз. Сендер өздерін жетістіріп алыңдаршы. Байлаулы біреуі бар. Жоқ, байлаулы иттерге тиіспейміз. Оны атпайсыңдар ма? Қаңғып жүрген иттер болатын болса, хабарласарсыздар. Кім келген? Сені іздеп жүргендер ғой. Мені ме? Кімдер іздеп кепті? Ит ататындар. Папа, Не болды? сіз не алып жатсыз? Сен айтқаныңды айтқам ғой жаңа. Кімге? Мамаңа. Күлме. Шүкір. Кете беремін ба? Бешай жасап алған жоқпын ба екен? Так, балдар, бәріңді бір жұмысқа сөйлесіп келе жатырмын. Сөйтіп, Сен бала акиматқа кіретін болдың. Құтты болсын. мен сөйлестіңіз ба? Сен прокуратураға кіресің. Ай, хорош. Мен сөйлестіңіз ба жұмысқа? Сен вақтыға кетесің. Шүкір. Ақшаңды бәрін сөйлесіп қойдық. Енді мен өзімнің айлығым, жұмысым бола ма? Армандамай, маған беріп отырасың ақшаңды. Не амақшы сен ақшаны? Қалай өзі сонда? Мен сіздерге құлмын ба не? Сен сөз қайтаратын боласың ба? Қашан кету керек жұмысқа? Шайға келіңдер. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Дайын ба шайың? Әй! Шайдан алыңыз, отағасы. Шай. Здравствуйте, я пришла за наградой «Самая красивая девушка мира». А, эту награду уже забрали. Кто забрал?
Вау.